амансың ба, Айзада? Аман есен дүйсенбі болсын сендерге, Ысқақов екеулеріңе. Мінеки, бүгін 6-шы күн. Ойлап отырсыңдар ма, осылай отыра береміз деп талап етіп. Сендер орындалмауға енді айтқан сөздеріңді құбыжықтанып, тарс белдеріңді буып отырсыңдар ма? Заң шықты көрнек ақпарат туралы. Неге Диас блогер жүру керек, соны жөндеп? Қайда отырсыңдар? Немене тығылып отырсыңдар? Прокурор Абдиханов қайда? Айналайын. Әлде сен інішек мына жұмыскерлеріңізге аузына салып қойдыңыз ба? Сіздерге ешкім қазақша қызмет көрсету міндетті емес деп. Путинға жалтақтап отырсың ба, Абдиханов? Сіздің тікелей міндетіңіз заңды қадағалау, заңды орындатқызу. Немене істеп отырсыз сонда? Жалтақтап отырсаңыздар көрші мемлекетке, Путинға барыңыз, солардың қол астына тікелей жұмыс істеңіздер. Түкке керек жоқсыздар. Айзада, көліктегі екі сөзді сендер белдеріңді тарс будыңдар ма, немене істедіңдер? Біздің шаруамыз жоқ. Екі сөзді жол ақысын төлеңіз деген. Беріңіздер маған. Беріңіздер қазақ тілді қауымға қазақтың екі сөзін. Аялдама осындай, келесі аялдама осындай. Соны да беріңіздер маршруткадағы екі сөзді. Мінеки мен 6-шы күн осылай отырмын. Құбыжықтардың соңында өзінің тілін жолатпайтын өз мемлекетіне.